Ассалаумалейкум достар. Бүгін бізде Pajero, Бегамот. Галок прокладкасын ауыстырамыз. Қазір радиаторларын алып қойдық. Сосын барып мынаны аламыз. Сосын барып мына инжекторларын аламыз. Сосын барып астындағы гулшақтарын шешеміз. Сосын бәрін шешіп кіреміз, ремендерін аламыз бәрін. Сосын барып галокын шешетін боламыз. Инжектор ортасындағы бет алынғаннан кейін тағы астында қалады. Соны аламыз, коллекторын. Сосын барып галокысын шығаратын боламыз. Қазір жағдай осындай болып тұр. Мынау жаңа шығарып тастаған заттары. Воздушный патрубка, фильтрдің коробкасы, радиатор бар, локс, астыңғы защита. Пока осылар шештік. Мұнда газдың трубкалары бар, солар шешуіміз керек. Сосын барып көтеріп коллекторларын шешуіміз керек. Мына аяқта астындағы трубалар. Пока осындай жұмыс. Жалғасын салатын боламыз. Енді түсіру барысында да мелочи көрсетпей қойын. Мынаны шештім деп видео обзор түсіріп қойын дедім. Қайсысы қай жерде тұрады дегендей. Кейбірі осындай видеолар іздеп атады. Қайсысы қай провод қай жақта тұрады дегендей. Мынау бізде датчик әлем бол. Мынаған жалғанады ол. Пока шешіп қойғам. Алдымен жүретті, мұна прям жәннен кіре салады екен. Сондай. Негізінде Montero спорттарда ішімен кетуші еді. Бұл да алдымен жібере салған екен. Оның бір плюсы датчик ауыстыратын кезде оңай болады. Астартымен жүргізіп алып өте салады. Жалпы осындай міне. Назарларыңа рахмет.